Енді балық қорған кезде жұмыртқа қосылған клярға аунатпай, дәл осылай сарғаштан жасалған клярға жасап көріңіздерші, балықтарыңыз дәл осындай қытырлақ дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге балықты жуып тазалап аламыз, және де осылай бөліктерге бөліп аламыз. Мен осылай балықты екі бөлікке тағы да қосымша бөліп аламын. Кейін дәміне қарай тұзды саламыз. Және де кейін үстіне мен дәмдеуіш, балыққа арналған дәмдеуіш соусты салып, жақсылап барын араластырып 30 минутқа қойып қоямын. Яғни бізде тұзы барлығы сыну керек. Енді кляр дайындаймыз. Сарыағаштың үстіне осылай ұнды, дәміне қарай тұзды, қара бұрышты және паприканы салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді майды міндетті түрде алдын ала қатты қыздырып аламыз. Клярға аунатып балықтарымызды екі жағы қызарғанша жақсылап тұрып қуырып аламыз. Міне осымен біздің балықтарымыз дайын, өте дәмді ерекше болып шығады. Қараңызшы қандай қытырлап тұр. Міндетті түрде осы әдіспен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса парақшама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.